Ақ сөйлелесі тарихының ең белі муалифы Халим Герай өз кітапының бір қысмында 16-17 асырларда Ақмешіті бірінші жамины Ғазы Герай екінші құрғаныны қайт еті. Ама не ерді о жами олғаны ақында малюмат қалмады. Мында бұйық ихтималке сөз Қырым кәрізлері ақында кете. Олар бір чоқ Қырым ханлығы шерлерінде олған. Ақмешітте әлбеттеке истисна дегілдір. Ер алтында құрылған галереялар түбінде керамик борулар ерлешкен еді. Олар ердімінен хамамлар, селсебеллер, чешмелер ве ерлі сәкінлерінің евіне теміз сув келеді. Бұ орта асыр сув борулары 20 асырның ортасына қадар бозулмайып чалышқан. Ихтимал ки Арслан Герай ханның вақытында Ақмешітті Чоқұржа адлы яны жами құрылған. Ақмешіт шәрінің тарихи медени абиделеріні тәтқиқ етмек үшін ең güzel ilmi есерлерден бірі бұл қадаскер китаплары. Бұ мен бағалар ярдымынен белі ке ханлық девірінде Ақмешітте ең азындан 5 мале бар еді. Бұйық жами малесі, Мехмет деде малесі, Чингене малесі, Қая асты малесі ве Болюк башы баки малесі. Бұйық мерақны Мехмет деде ве Болюк башы малелері доғыра. Бұйық ихтимал ке бұ малелер жамилеріні құрған муендис ве мимарларының адларыны ташыған. Ве бұ жамилер етрафында енді малелер пейда олған. Ашада аңлатажағымыз малюматларға эсасланып, бұ жамилерінің тарихыны, оларны құрған ве құрылышында иштирак еткен инсанларының терджимее алыны угренмек мүмкін олажақтыр. Бұ дәфтерлерінің бірісінде Ақмешіті 1753 сенесі Арслан Герай хан 4 чешме ве шымдығы Ақмешіт шәрінің сынырларына керген Бор Чоқрақ қасабасында да бір чешме құрғаны ақында малюмат бар. Бұ весиқада да қайт етеліке бұ епісі чешмелеріні бақмақ ве тамерлемек үшін Арслан Герай вакуф тәшкіл етмеге емер етті. Ресми тақдирнаме ве весиқаларда қайт етілгеніне көре, қалға Улы Султан ве иффетлі хаканларының тақт варысы оларақ кечеді. Менгли Герай хан икметлі бір сиясетчі оларақ өзінің бұйық оғлыны мирасчысы ве тақт сайыбы оларақ етіштіре екен. Менгли Герай хан сеферге чықмаға азырланғаны вақыт диванда улемалар она суал берді. Қырымны кімге қалдырасыз? Менгли Герай бойлы жауап берді. Бұйық оғлым қалғайға. Бұ мирасчы олған Мухаммед Герай үшін үкімет идарежілігінде бір имтиан еді. Ве егер ке сеферде Менгли Герай ханға бір шей олса, о тақтқа кечежек еді. Мухаммед өз вазифесіні гүзел бежергені үшін Менгли Герай хан сеферден қайтқан соң, оны қалға оларақ ресми таныды. Ондан sonra қалға дәулет шужасында ер вақыт ханның сақ тарафындан отырып башлады. Бұ анане эпісі қалға унванының шахзаделеріне адет оларақ кечті. Қырым ханлығының бүтін тарихы девамында қалға роліні ханның ең яқын ақрабалары алған. Ағалары, оғуллары, эки доғмыш қардашлары, торунлары, дайы ве атта огей баллары. Қалға оларақ олардан ең ақыллысы, месулиетлісі ве күчлісі тайын етіледі. Эксиретнен мирасчыны ханның өзі белгілеген. Қалға Султан хандан соң дәулет ішінде бірінші шахыс ве оның мирасчысы. Егерді хан өлсе, яны хан сечілгеніне қадар дәулетінің yolbaşçılığı Қалға Султанына кече еді. Çok vaqt aynı қалға кележек хан olarak saylanıla еді. Bütün Qırım ханлық devri devamında 79 şahzade Қалға Султан unvanında bulundu. Ama onların tek 32'si sonra хан olarak saylanıldı. Қалға Герайлар сүлелесінде эпосы шехзаде султанлар арасында en emiyetli ve esas kişi еді. Қалға чет ел үкімдарларының елчілерінен музакирелер алып бармаға аққа сайып екен. Бұл күнімізге қадар
Халга Султанның Речь Посполитая, Исвеч, Дания, Австрия, Пруссия ведигер девлет темсилчилеринен алып барган мектуплері сакланылды. Эксиретнен бу кыбы мектуплер Ахмежит сарайындан язылган. Авропа мемлекетлеринин укумдарлары да жевапларны бу сарайга йоллаганлар. Калга Султан ханлык әскерлерінің баш команданы оларақ бүтін девлет мудафылык ишлерini алып барайды. Егерде хан өзү бир савашта иштирак этип оламаса, 60.000 аскер ордусының идаречилигini о өз башына алайды. Саваш олмаган вакытлары исе, о бүтүн мырзаларынын фаалиятыны тешкерип незарет этейди. Калга Султанның такымы девлетнин юлбашчысынын такымына ошайды. Кырым татар девлетинин экинчи юзунун де өзүнө хас диваны бар экен. Анда дефтердар, диван эфенди, кады ве везир киби хизметкарлар кирген. Ахмежит шээринин Женюб Гарпи тарафында Мухтешим Салгир сарай яда Калга сарай адлы сарайы ве мемориеты ерлешкен. Анда Калга диванынын отурушлары кечирмек үчүн бол бир зал япылган. Эсас резиденциядан, яни сарайдан гайры, Кырым ханлыгынын экинчи муим шери олган Ахмежитнин идаречилигине да этрафта ерлешкен 360 кой кире эди. Калга Султанның идаречилигинде да Карасу базар шери бар экен. Мында Калганын Султан сарайы ерлешкен. Калга Карасу базарга келгени вакыт мында яшайды. Эски Кырымда Калганын идаречилигинде эди. Ахмежиттен Киричке кадар топраклар Калга Султанга айтады. Демек, Альма өзінің башындан Чатырдага кадар бу эписи топраклар Мирашчи Шехзаданын калгалыгына керейді. Бу топраклардан да гайры хан Мирашчисынын кяры Карасу базар ве кефе гүмрүх канелері ве ора гүлінің келері кетерейді. Калганын мал мульку ве топраклары девлет малы сайлып, мирас оларак кечмеді. Мирашчи Шехзаде өз мал мулькуну яда топрагыны тек вактынча куланмага бермеге акы бар еді. Эгерде вактынча бу мулькнен куланган сайып вактыны сүрмеге истесе, у яны Калгага муражат этип махсус тамга алмага керек еді. Шээрнин низамы ве муабетлигini Калга такып этмек мечбуриетинде экен. Бу күнгө кадар Ахмежитнин ичбир сакини Кырым ханына Калганы шикает эткени иле баглы весика тапылмады. Бу да бир кере девлет мирашчысынын итибарына пек диккат эткенini, ерлі сәкинлерінің аятыны гүзел ве қолайлаштырмақ үчүн элинден келгенini япқанını испатлай. Ахмежит үчүн хужур вазиет 1783 сенесі юз бери. Кырым ханлыгына Русия императорлығы тарафындан 1783 сенесі япылған ишгали. Бүтүн Кырымны денештирди. Биринчиден бу денешмелер шээрлерге тесир этти. Тарихи излерини силмек үчүн ве бу топракларынын сайыплерини сакламак үчүн Русия сети шээрлеринин адларыны денештирип башлады. Ахмежит истисна олмады. О губерния шээри олуп калды. Ад деңишмесі да ең бүйік фелекет дегил еді. Құрылған Таврия губерниясының бірінші генерал-губернаторы сөзде қазма ишлер маначығынен Кырым татар милли медени абиделеріні йоқ етмеге башлады. Ве бірінші бу жедвелге Ахмежиттеки Калга сарай кірді. Оны темеліне қадар йықып йоқ еттілер. Бүгінгі кебір жәмиден ғайры Ахмежитнің ескиден қалған улулығыны іч бір шей хатırlatмай. 1785 сенеден башлап Ахмежит ресми шекилде Симферополь киби адландырылды. Ама языклар олсун ки, шер өз ажайып Кырым татар муитini жойды. Мен Бияна, Невбеттеки программамызда көрішкенже.